сапасы арқылы өтірікті қалай анықтаймыз? Біз көбінесе базарға барғанда алданып қаламыз, сапасы төмен, сапасы жаман тауарлар алып жатамыз. Сондай алданбас үшін тыңдаңыз. Екі бірге сатушы отыр, тауарлары бірдей, бірақ сапасы екі түрлі. Мысалға алма сатып отыр делік, біреуінде табиғи өнім, бақшада өскен деген сияқты, ал екіншісінде керісінше Қытайдың бір алмасын сатып отыр. Екеуі де сырты бірдей, бірақ сапасы нашар, дәмін татуға рұқсат берген жоқ. Сол енді табиғи сатып отқан өнімді сатушыдан сұраймыз, маған 10 килограмм алма беріңізші деп. Әдетте адамдар 1-2-3 кило алады. Сол кезде 10 кило деген кезде бұл табиғи өнім сатып отырған сатушы бірден эмоциясын байқасаңыз, қуану эмоциясы пайда болады. Ал екінші сапасы нашар адам 10 кило беріңізші деген кезде мысқыл, аралас, қуануды байқайсыз. Ал енді керісінше бұл алманы алмаймын деп айттыңыз. Сол кезде сапасы жақсы, алмасы жақсы адам түрінде мұңаю пайда болатын болса, ал екінші сапасы нашар алма сатып отырған адамның түрінен керісінше ашуды байқайсыз.